Інжілдегі Вавилон мұнарасы жайлы аңызда кезінде адамдар ортақ тілде сөйлеген, бірақ кейін түрлі топқа бөлініп, бір-бірінің тілін түсіне алмай кетті делінген. Кезінде ортақ тіл болды ма, болмады ма белгісіз. Бірақ біздің білуімізше, қазіргі мыңдаған тілдерді бірнеше топқа біріктіруге болады. Сонда біз тілдердің осындай көптілігіне қалай келдік? Адамзат миграциясы енді басталғанда, жер бетінде адам саны аз болды. Құнарлы жер іздеу барысында тілі мен мәдениеті ортақ топтар көптеген кішігірім тайпаларға бөліне бастады. Көші-қонның нәтижесінде олар әртүрлі жолдармен дамып, бір-бірімен байланысын мүлдем жоғалтты. Адамдардың түрлі жағдайда тіршілік етуі, түрлі қоректенуі және түрлі көршілермен әрекеттесуі ұқсас диалектілердің жеке тілдерге айналуына ықпал етті. Ал олар болса, халық санының өсуімен тағы бөліне берді. Генеалогия мамандары адамдардың арғы-аталарын іздесе, лингвистердің іздейтіні тілдердің арғы-аталары, яғни ата тілдер. Туыстас тілдер тобын тілдер жанұясы деп атайды. Олар өз алдына көптеген ұрым-бұтақтардан тұруы мүмкін. Тілдердің туыс екендігі қалай анықталады? Ең бастысы сөздердің ұқсастығына алданып қалмау қажет. Олар бір түбірден шыққан емес, кірме сөздер болуы мүмкін. Сенімге лайық нәрсе грамматика мен синтаксис, һәм негізгі лексика, яғни есімдіктер, сан есімдер және туыстық атаулары. Бұндай сөздердің басқа тілден кіруі екіталай. Осы элементтерді салыстыру мен дыбыс өзгерісіндегі заңдылықтарды іздеу лингвистерге тілдің туыстығын, даму тарихын анықтауға және тіпті өлі тілдерді жаңадан тірілтуге мүмкіндік береді. Сөздің төл не кірме екендігін айқындау халықтардың шығу тегі мен олардың тұрмысы жайлы маңызды ақпарат береді. Тіл шежіресін құрастыруда лингвистер екі мәселеге тап болады. Біріншіден, тіл бұтақтары қалай аяқталатынын анықтау қиын. Басқа сөзбен айтқанда, кәдімгі тіл мен диалектінің айырмашылығы анық емес. Мысалы, Қытай тілінің диалектілерінде сөйлейтіндер кейде бірін-бірі түсінбеуі мүмкін. Ал испандар мен португалдар жиі аудармашының көмегінсіз сөйлесе береді. Бүгінгі күні адамдар сөйлеп жатқан тілдер бірінен бірі оқшауланған емес, керісінше өзара әрекеттестікке бейім. Тіл мен диалектінің айырмашылығы көбінесе лингвистикамен емес, саясатпен анықталады. Сондықтан, мысалы, егер сіз әлемде барлығы неше тіл бар деп сұрақ қойсаңыз, біреулер 3000 тіл десе, басқалар 8000 деуі мүмкін. Тағы бір мәселе, біз тіл шежіресінің тамырына келгенде, көне тілдер жайлы деректердің аздығына тап боламыз. Тілдік жанұялардың қазіргі бөлінуі бізге белгілі ғылыми деректерге негізделген, яғни оларға күмәнмен қарау қажет. Бірақ бұл қатып қалған нәрсе емес. Тіл жанұялары жайлы болжамдар даулы болғанмен, біраз бөлігі көпшілікпен мойындалған. Ал аса кең таралмаған және қатты зерттелмеген тілдерге келгенде, олардың талқылануы әлі де алда. Бәлкім, біз тілдердің қалай пайда болғанын ешқашан білмейтін де шығармыз. Бірақ келесі жолы бөтен тілді естіген сәтте, біраз ойланып көріңіз. Мүмкін ол соншама бөтен де емес шығар.